ұрпаққа берген аналарды қандай ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз деп, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлы атамыздан артық баға берген адам жоқ шығар. Осы ойды негіздеген қазақ ұлтының перзенттерінің бірі мен Қиғанбек Нұрбек Тоқтағұлұлы білім нәрімен сусындаған 9 жолдың торабындағы Шу өлкесіндегі дара тұлғамыз Дінмұхамед Қонаев ауылындағы Төле би бабамыздың есіміндегі мектебінен көпті көрген, қаймағын сіңірген ұстаздарымыздан тәлім алдым. Ойымдағы арманымды отбасы қолдауымен жалғап, тарихтың тылсым тереңіне бойлау үшін Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінде жоғары білімімді шыңдап, алыстан аңсатқан өз мектебіме оралып, алған білім қорымды келер ұрпақтың бойына жалғастыру мақсатында еңбек жолымды бастадым. Неліктен мен осы мамандықты таңдадым? Бұл маман иесі болып қалыптасу үшін білім, тынымсыз еңбек, өзіне деген сенімділік, мақсатына жетуге деген ерік-жігер, тиянақтылық сияқты қасиеттер қажет. Мұғалім мамандығын таңдағанына еш өкінбеймін, қайта мақтан етемін. Себебі менің мамандығым адамның өмірін аяқтан тік тұруына әсері күшті, сауабы мол ұлы мамандықтың бірі деп ойлаймын. Ұстаздықтың жолында тарих пәні мұғалімі болып жұмыс жасауының басты мақсаты өз елімнің тарихын дәріптеп, келер ұрпақтың ана тілін бойларына сіңіріп, анасын қалай құрметтесе, туған тілдерін де солай құрметтеуге тәрбиелеп, елімнің дамуына өз үлесімді қоссам деген арманмен тарих пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша білім алып жұмыс жасап жатырмын. Тарихтың негізгі пәні ретінде адам рухы қарастырылады. Соған байланысты тарихтың мақсаты адамдарға тек өткенін ғана білгізу емес, рухани дүниесін қалыптастыру екенін айта кеткен жөн. Тарих үздіксіз даму үстінде болатын ғылым. Өткенін білмей, қазіргі мен болашағын бағалау мүмкін емес. Қоғамның дұрыс бағытта дамуы үшін азаматтардың тарихи сауаты мен зор белсенділігі орасан зор маңызға ие. Халықсыз тарих жоқ, тарихсыз халық жоқ деген нақыл бекерге айтылмаған. Тарихи зерделеу арқылы тарихи сана, мәдениет, дәстүр, ұрпақтар сабақтастығы қалыптасады. Тарих болып жатқан оқиғаларды жан-жақты әрі тереңінен көре білу қасиетін дамытады және болашаққа дұрыс қадам жасауға жәрдемдеседі. Өз тарихымызды, өзге халықтар мен мемлекеттердің тарихын оқып, үйрену біз үшін бұрынғы ата-бабаларымыз қандай болғанын, қазір қандай екенімізді біліп, жан-жақты саралау үшін қажет.